27-ші сұрақ. Жәндік суретте 41-ге масштабымен көрсетілген. Егер оның денесінің ұзындығы 5 см болса, суретте оның денесінің ұзындығын табыңыз. Масштаб бізде 41-ге. Масштаб ол картамен өмірдегі немесе суретпен өмірдегі арақашықтардың өлшемдердің қатынасы. Сонда біріншісі ол бізде сурет. Жаққа осылай 40 ол сурет. Екіншісі мынау ол өмір. Шын өмір. Сонда масштабымыз мына жақта көрсетеді. Сурет өмірге қарағанда, өмірдегі арақашықтыққа қарағанда 40 есе үлкен екенін. Енді бізге жәндіктің ұзындығын берді. Оның денесінің ұзындығы 5 см. Ол шын өмірдегі оның денесінің ұзындығы. Сонда қараңыз. Егер ұзындығы L дейік оны. Өмірдегі ұзындығы белгілі болса, 5 см-ге тең болса, бізде сұрап жатқаны суретте оның денесінің ұзындығын табыңыз дейді. L сурет тең белгісіз нешеге. Енді масштабтан біз нені түсіндік? Суреттегі арақашықтық өмірдегі арақашықтыққа қарағанда 40 есе үлкен. Өйткені олардың қатынастары 40 пен 1 сандарының қатынасындай. Енді өмірдегі арақашықтығымыз белгілі болса, бізде суреттегі арақашықтық табу үшін оны 40-қа жай көбейте салсақ болады, немесе масштабпен оны шығара салсақ болады. Бізде суреттегі бейнесі шын өмірге қарағанда 40 есе үлкен екенін білеміз. Өмірдегі оның денесінің ұзындығы 5 см. Өмір мына жақта шын өмір екінші болып тұрады. Біріншісі ол сурет, белгісіз дейміз, x. Енді пропорцияны құрып шығарамыз. Егер мына жерде 1-ден 5-ке дейін өссе, суреттегі де бейнесі өседі. X-іміз тең, сонда 40-ты көбейтеміз 5-ке, бөлеміз 1-ге. Пропорция негізі қасиеті арқылы шығарамыз. Мыналарды бір-біріне көбейтіп, мыналарды бір-біріне көбейтіп. Енді мына жерде көбейткенде 200 бөлі 1, ол 200 қала береді. 200 см ол осы жәндіктің денесінің ұзындығы суретте. Ол L суретте. Немесе басқаша да шығаруға болар еді. Қараңыз, мен мына жақта айтқанымдай, суреттегі бейнесі шын өмірге қарағанда 40 есе үлкен болса, жай 5-ті 40-қа көбейтіп, дәл сол 200 см шығар еді сендерде. Енді 200 см жауаптарында жоқ. Бірақ оны басқа өлшемге аударсақ болады. 1 метрде бізде 100 см. Сонда сантиметрде метрге аудару үшін 100-ге бөлеміз. 200-ді бөлгенде 100-ге бізде шығады 2 метр. 2 метр ол осы жәндіктің суреттегі ұзындығы. Жауаптардың ішінде Б жауабы дұрыс, 2 метрге тең.